Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында даярланатын нан әзірлейтін боламыз. Менімен бірге болып, каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. 200 мл жылы сүт пен 200 мл жылы суды қосамыз. 60 грамм ерітілген сары май, 1 шай қасық құрғақ дрожж, яғни ашытқы, 1 шай қасық тұз және де 1 ас қасық шекер салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Жеті 800 грамм шамамен ұн қосамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткіземіз. 2-3-ке бөліп асықпай қосатын боламыз. Сонда қамырымыз жұмсақ болып иленеді. Ұнымызды салған соң алдымен қасықпен осылай реттестіріп аласыздар. Одан соң қолдың күшімен қамыр илейтін боламыз, қамыр ашытатын боламыз. Мінекей қамырымыз осындай болу керек. Осы қамырымызды 2 және 2,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз ашыды. Енді осы қамырды 2-ге бөліп, тағы да 20 минутқа қалдырып, бетін жауып қоямыз. Нанымыздың сыртына 1 жұмыртқаның сарысы мен және де 1 шай қасық сүт қосып араластырып жағамыз. Мінекей 20 минут өтті. Енді нанымызды әзірлейтін боламыз. Жалпы әрлеу өзіңіздің ойыңызға, фантазияңызға байланысты. Менің бар жеткен фантазиям осы. Яғни үй жағдайындағы банканы, жаңағыдегі алмасты және де алмастың орнына негізі кәдімгі пышақ қолдансаңыздар болады. Менде қамырдың ортасын міндетті түрде шанышқымен өтулеріңіз қажет, себебі пісетін кезде ортасы көтеріліп кетеді. Сондықтан вилканың көмегімен осылай тесіп алған дұрыс. Жаңағы әзірлеген жұмыртқаның сарысы мен сүтті осылай бетіне жағып шығамыз да, мен ортасына кунжут септім. Сіздер мак сепсеңіздер де, қуырылған кунжут сепсеңіздер де, өз еркілеріңізде. Алдын ала қыздырылған пешке 190-200 градус шамасында 20-25 минут пісіріп аласыздар. Мінекей нанымыз пісті. Ал сіздерге ас болсын, менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Жалпы нанның дәмі үйімдегі бүкіл отбасыма қатты ұнады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.